Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында осындай өте тез дайындалатын печенье дайындап көрсетемін. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы сары майымызды ыдысымызға салып аламыз. Оның үстінен сахарный пудрамызды саламыз. Енді осы екеуін жақсылап тұрып вилкамыздың көмегімен немесе венчик немесе миксерде бола береді, араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Сары майымыз бен қантымызды араластырып болғаннан кейін үстіне жұмыртқаларымызды бөліп салып алатын боламыз. Бұларды да жақсылап араластырып алатын боламыз, және де осының үстіне алдын ала дайындалған електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды шетінен сала отырып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Әр ұнның тығыздығы әрқалай болғаннан кейін, сіздерде егер қамырларыңыз қатты жұмсақ болып жатса, қолға жабысып жатса, шетінен ұн салып жіберсеңіздер болады. Мен сіздерге толық құрамын астына қалдырып кететін боламын. Мінекей қыздар, менде осындай жұп-жұмсақ, хош иісті, керемет қамыр дайын болып шықты. Осы қамырымызды 15 минуттай демалдырып аламыз. 15 минуттан кейін керекті формамызға келтіріп, печеньеміздің формасын жасайтын боламыз. Печеньенің формасын осындай екі қолымызбен алақанымыздың көмегімен жаңғақтың көлемінде атып, домалақтап алып, осылай алақанымызбен басып, печеньенің формасына келтіретін боламыз. Мінекей достар, печеньенің барлығын осылай жасап қойдық. Енді осының үстінен қолдың көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай басып, жүректің формасын келтіріп шықсаңыздар болады. Мен осылай үйдегі балаларым жақсы көретін шоколадтарын пайдаландым. Сіздерде өз қалауларыңызша джем қолдансаңыздар болады, немесе жаңғақтарды қолдансаңыздар болады. Осылай орталарына салып толықтырып шығатын боламыз. Және де дайын болған печеньемізді 180 градуста 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ал достар, менің печеньелерім осымен дайын. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға сіздерге көп рахмет. Ал мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сіздер менің видеома лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, тіркеліп кетіңіздер достар.